Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында жасалынатын керешке рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ол үшін бізге дүкеннің қара наны болмаса, ақ нан қолдансаңыздар болады. Осылай нан 4 бұрыштап видеодағыдай турап аламыз. Бұндай форма ұнамаса, ұзыншалап турасаңыздар да болады. Кез келген формада турауға болады. Нанымыздың барлығын турап алып, противенге саламыз. Одан кейін татымына қарай тұз салатын боламыз. Тұздың мен азғандай татымына қарай қостым. Өздеріңіз қалауларыңызша қосасыздар. Дүкенде сатылатын керешкенің құрамында тұз өте көп, ол да балаларға өте зиян. Мен балаларға зиян болмас үшін азғантай мөлшерде қосып дайындадым. Татымына қарай тұз салдым. Енді дәмдеуіштің осындай қауіпке арналған түрін қолдандым. Бұны да азғантай мөлшерде қостым. Енді қызу нүктесі жоғарғы майды қосатын боламын. Бұндай май болмаса, жылқының майы күйдірілген болмаса, сұйық май және де кез келген осындай тамаққа арналған майды қолдансаңыздар болады. Енді барлығын араластырып алдық. Қызып тұрған 150 градуста осылайынан керешкемізді дайындап алдық. Керешке өте пайдалы. Дүкендегідей тұзы ащы емес, осындай әдемі керешке болып шығады. Балаларыңызға жасап беріп, қуантып қойыңыз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осы видеоның астына комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Керешке өте дәмді, балаларыңызға жасап беріп, қуантып қойыңыз. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Ас болсын.